Өз балаларымызбен қарым-қатынас. Жуырдағы үзінділерде мен балаларыммен қарым-қатынаста шығармашылық тәсілді қалай қолданғаным жайлы айтып кетейін. Мен сіздер орындай алатын кейбір сұрақтармен, сөздермен, үлгілермен бөлісем. Мысалы, біз бұрын соңды жасамаған нәрселерден нені жасағанды қалайсыңдар деп балаларымнан үнемі сұрайтымын. Әкелеріңмен жасағыларың келген, алайда бұрын жасап көрмеген нәрселерің бар ма? Бір күні менің балам керуетте секіру дегені әлі есімде. Ол кезде оның жасы 6 немесе 7-де болған еді. Менде бала болған кезімде мен де осыны қалайтынмын деп ойладым. Сол жақын арада мен радио мен теледидарда Исаның туылған күніне қатысты бірнеше сұхбат беру үшін Чикагоға бардым. Өзіммен бірге ұлымды ертіп алдым. Біз бір әдемі қонақ үйге тоқтадық. Аты есіме түспей жатыр. Бірақ қонақ үйдің иесі күту залын безендіруге бүкіл қаражатын жаратқанын кейінірек білдім. Өйткені бөлмелерге қаражатты үнемдегені анық еді. Дегенімен біз сонда қалдық. Төменге түскеннен кейін мен басқарушыны шақырдым. Тыңдаңшы, менің балам әкесімен бірге үлкен кереуетте секіргісі келеді дедім оған. Осыған қатысты сізден рұқсат сұрауға бола ма? Егер біз жамылғын алып кереуетте секіретін болсақ, ештеңе етпей ме? Әрине, шын жүректен көңіл көтеріңіздер деді ол. Мінекей біз баламыз екеуміз бөлмемізге көтерілдік. Жамылғын алып тастадық та, шамамен жарты сағат немесе 45 минут кереуетте секірдік. Балам менің рұқсат сұрағаным жайлы білетін еді. Біз біресе ішімізбен, біресе арқамызбен, біресе бір-біріміздің құшағымызға құладық. Бұл өте қызық болды. Менің балам не айтқанын білесіз бе? Әке, бірде-бір әке өз баласымен осылай ойнамағанына мен бәс десем деді. Осының барлығы, балам, біз әлі жасамаған нәрселерден нені жасағың келеді деген сұрақтан басталды. Балалардың сұранымдары таң қалдырды. Алайда менің өмірімде осы ойындар оларға көңіл бөлуге лайықты болды. Әлі күнге дейін менің ұлым ата-аналар топтарында тәрбие туралы айтқанда, Чикагода болған кезіміздегі керуетте бірге секіргеніміз туралы оқиғаны айтып береді. Бұл 26 жыл бұрын болған, ал ол оны әлі күнге дейін есіне алады. Балаларыңыздың қатты қалайтын ерекше нәрсесін бірге жасаңыз.